Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс. Бүгінгі сабақта сен көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланысты білесің. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Сурет бойынша көбейтінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді? Мұнда үшбұрыштар берілген. Үшбұрыштар екі топқа бөлінген. Бірінші топта 5 үшбұрыш, екінші топта 5 үшбұрыш бар. Демек 5 саны 2 рет қайталанып тұр. Олай болса, көбейтіндіні былай құрамыз. 5 пен 2-нің көбейтіндісі 10-ға тең. Бұл дегеніміз, қосумен алмастыратын болсақ, 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Келесі ә нұсқасы. Көбейтуді қосумен алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. Онда 3 пен 6-ның көбейтіндісі берілген. Оны қосумен алмастыратын болсақ, 3-ті 6 рет қосамыз, нәтижесі 18-ге тең. 4 пен 5-тің көбейтіндісін қосумен алмастыратын болсақ, 4-ті 5 рет қосамыз. Мәні 20-ға тең. 3 пен 8-дің көбейтіндісін қосумен алмастырамыз. 3-ті 8 рет қосамыз. Нәтижесі 24-ке тең. 10 мен 3-тің көбейтіндісін табу үшін 10-ды 3 рет қосамыз, мәні 30-ға тең. 40 пен 2-нің көбейтіндісін табу үшін 40-қа 40-ты қосамыз. Нәтижесі 80-ге тең. Келесі тапсырма. Әр бағандағы бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, екінші теңдіктің мәнін тап. Мұнда 8 пен 2-нің көбейтіндісі 16 деген. Бұл дегеніміз қосумен алмастыратын болсақ, 8 пен 8-дің қосындысы 16-ға тең. Бірақ біз бұны бірінші теңдіктің мәнін дәл соны қайталап жазамыз. 8 пен 2-нің көбейтіндісіне 8-ді қосамыз. Сонда 24-ке тең болады. Келесі 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18-ге тең. Мұнда яғни 3-ті 6 рет қосқанда 18-ге тең екенін білесіңдер. Олай болса, біз бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, яғни 3 пен 6-ның көбейтіндісіне 3-ті қосамыз. Нәтижесі 21-ге тең. Келесі 6 мен 5-тің көбейтіндісі ол 30-ға тең. Мұнда яғни 6-ны 5 рет қоссақ 30-ға тең болады. Бірақ біз 6 мен 5-тің көбейтіндісіне тағы бір 6-ны қосамыз. Нәтижесі 36-ға тең. Яғни мұнда 6-ны 6 рет қос деп тұр. Ал біз 6-ны алдын 5 рет қосып қойдық. Сондықтан да 6 мен 5-тің көбейтіндісін алып, оған тағы бір 6-ны қостық. Нәтижесі 36-ға тең. Теңдікті оқы. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. Көбейту амалының компоненттерін ата. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. Мұндағы 4 бірінші көбейткіш, 2 бұлда көбейткіш, яғни екінші көбейткіш, 8 ол көбейтіндінің мәні. Көбейтіндінің мәні 8-ді бірінші көбейткіш 4-ке бөл. Нәтижесін 8 санынан 4-4-тен шегере отырып тап дейді. Яғни 8 мен 4-тің бөліндісін табу үшін 8-ден 4-ті 2 рет шегереміз. Бұл дегеніміз, мысал бізде 8 зат болса, оны төртеуден 2 адамға бере аламыз деген сөз. Келесі 8-ді 2-ге бөлеміз. Мұнда айтады, 8-ді 2-ге бөл деп тұр. Нәтижесін 8 санынан 2-2-ден шегеріп отырып тап дейді. Яғни 8-ді 2-ге бөлу үшін 8-ден 2-ні 4 рет алады екенбіз. Яғни А нұсқасында 8 бен 4-тің бөліндісі 2-ге тең, яғни біз 4-ті 2 рет азайттық. Ә нұсқасында 8 бен 2-нің бөліндісі 4-ке тең, себебі біз 2-ні 4 рет шегердік. Жазуларды пайдаланып есеп құрастыр. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20 килограммға тең. Жауабы 20 килограмм. Олай болса, экрандағы суретке қарап, біз есеп құрастырып көрейік. Алдымен шартын құрамыз. Бір қапшықта 4 килограмм алма бар. Осындай 5 қапшықта неше килограмм алма бар? Шешуін табу үшін 4 пен 5-ті көбейтеміз. 20.
Жауабы 5 қапшықта барлығы 20 килограмм алма бар. Келесі, үлгі бойынша өрнектер құр және олардың мәнін тап. Мұнда 6 мен 3-тің көбейтіндісін 6-ны 3 рет қосу арқылы табамыз. Нәтижесі 18-ге тең. Яғни 18-ді 3-ке бөлсек 6 болады, 18-ді 6-ға бөлсек 3 болады. Бұл дегеніміз, бізде егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштерінің біріне бөлсек, онда екінші көбейткіш шығатынын білдіріп тұр. Мұнда қараймыз, 5 пен 3-тің көбейтіндісін табу үшін 5-ті 3 рет қосамыз. Нәтижесі 15-ке тең. Олай болса, біз көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлеміз. 15-ті 5-ке бөлеміз, нәтижесі 3. Ал енді көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлеміз. Мұнда 15 пен 3-тің бөлінісі 5-ке тең. Келесі, 4 пен 3-тің көбейтіндісін табу үшін 4-ті 3 рет қосамыз. Нәтижесі 12-ге тең. Ал енді көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек, міне екінші көбейткіш шығып тұр. Одан кейін көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлсек, бірінші көбейткіш шығып тұр. 12 мен 4-тің бөлінісі 3-ке тең, 12 мен 3-тің бөлінісі 4-ке тең. Есептемей-ақ салыстыр. Енді мұнда есептемей салыстыруға болады. 3 пен 7-нің көбейтіндісі 7 мен 3-тің көбейтіндісіне тең. Себебі көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Келесі, 6 мен 3-тің көбейтіндісі және 6 мен 5-тің көбейтіндісі берілген. Балалар, біз 6-ны 3 рет қоссақ көп бола ма, әлде 6-ны 5 рет қоссақ көп бола ма? Сол жағын ойланамыз. 6 мен 3-тің көбейтіндісі кем 6 мен 5-тің көбейтіндісінен. Келесі, 8 мен 3-тің көбейтіндісі артық 8 мен 2-нің көбейтіндісіне. Себебі 8-ді 3 рет көбейтсек 24 болады. 3 рет қоссақ, 8-ді 2 рет қоссақ 16 болады. Келесі, 3 пен 5-тің көбейтіндісі артық 3 пен 4-тің көбейтіндісінен. Амалдарды орында. 5 метр 6 дециметрге 8 метр 9 дециметрді қосамыз. Яғни мұнда 56 дециметр болады. 5 метр 6 дециметр. Оған 89 дециметрді қоссақ, 145 дециметр болады. Бұл дегеніміз 14 метр 5 дециметр дегенді білдіреді. Келесі тапсырма. 7 тәулік 9 сағаттан 5 тәулік 22 сағатты азайтамыз. Ол үшін біз мұнда тәуліктен тәулікті азайта аламыз. Ал сағатқа қарасақ, бірінші азайғышта, яғни 9 сағат болып тұр, ал екіншісінде 22 сағат болып тұр. Біз 9 сағаттан 22 сағатты азайта алмаймыз. Сондықтан да 7 тәуліктің 7 тәулікті 6 тәулік деп алып, 24 сағатты 9 сағатқа қосамыз. Яғни 6 тәулік 33 сағат. Яғни 6 тәулік, ар жақта бір тәулігіміз 24 сағат болып тұр. Оған 9-ды қосқанда 33 сағат болып тұр. Ал енді мұнда азайту бізге оңай болды. 6 тәуліктен 5 тәулікті алсақ 1 тәулік, 33 сағаттан 22 сағатты алсақ 11 сағат. 1 тәулік 11 сағат болады. Келесі тапсырма. Әйнекшенің орнына тиісті санды қой. Мұнда қараймыз, 7 мен 3-тің көбейтіндісін ол қосумен алмастырсақ 7-ні 3 рет қосамыз. Сонда нәтижесі 21-ге тең. Ал енді 21-ді нешеге бөлсек 7 шығады. Біз жаңа айттық, я, көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек екінші көбейткіш шығады, екінші көбейткішке бөлсек бірінші көбейткіш шығады деп. Олай болса бізде мұнда 21-ді 3-ке бөлеміз. Яғни көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлгенде бірінші көбейткіш 7 шығып тұр. Демек, енді керісінше бірінші көбейткішке бөлеміз. 21-ді 7-ге бөлсек, нәтижесі 3-ке тең.
Келесі 9 бен 2-нің көбейтіндісі ол 9 бен 9-ның қосындысына тең деген сөз. Нәтижесі 18-ге тең. Олай болса, көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлеміз. Яғни 18-ді 2-ге бөлеміз. Сонда бірінші көбейткіш 9 шығып тұр. Ал енді мұнда қараймыз. Мұнда 18-ді бөлеміз 9-ға. Сонда нәтижесі 2-ге тең. Яғни біз көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлгенде екінші көбейткіш шығып тұр. Ойлан тап, сандар арқылы жасырынған мақалды оқы. Ол үшін осы сандарды көбейтіннің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап. Балалар, мұнда бірінші кестеге қараймыз. Көбейтуді орындап аламыз. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2-ге тең, яғни ың әрпі болып тұр. Келесі 2 мен 2-нің көбейтіндісі мына b-ға тең деп тұр. Яғни 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4 болса, 4 ол b-ға тең. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең. 6 саны е әрпімен белгіленген. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. 8 саны к әрпімен белгіленген. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10. 10 саны ж әрпімен белгіленген. Ал енді мұнда үстінде тұрған сандарға біз әріптерді қойып шығамыз. Яғни 2 саны ыңға тең. 4 саны b-ға тең. 6 саны е-ге тең. 8 саны к-ге тең. Ал 10 саны ж-ға тең. Сонда бізде мынадай мақал шығып тұр. Еңбек бәрін жеңбек. Балалар, сендерге сабақ түсінікті ме? Егер барлығы түсінікті болса, барлығы түсінікті батырмасын бас. Ал сабақ түсініксіз болса, түсініксіз батырмасын бас. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.